қыздар, баршаңызға осындай керемет сосиски в тесте дайындаймыз. Өте жұмсақ, өте керемет болып шығады. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Ол үшін бізге ситадан өткізілген ұн, тұз және де шекер қажет болады. Грамын несін описанияға жаза кетемін. Содан соң дрожжымызды салып аламыз. Дрожжымызды салып, дұрыстап араластырып аламыз ұнымызға. Енді жылы сүтімізді құйып аламыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу қажет. Сұйық майымызды қоямыз. Жақсылап біркелкі етіп илейміз. Мінекей осындай болып шықты. Енді 1 сағатқа немесе жарты сағатқа қоямыз көтерілгенше дейін. Көтерілгеннен кейін осылай дөңгелек бөліктерге бөліп, өзіңіздің қалауыңызша дөңгелетіп, ұзына бойы жасауыңызға болады. Мен осындай қылып жасағым келді, осылай. Мінекей сосискамызды салып, кесіп алатын боламыз осылай. 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Негізі 10 сосискадай шығады. Менде 8 ғана сосиска болғандықтан 8-ге келтірдім нанды жайып. Мінекей дайын болды. 8-і шықты. 8-ін енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып пісіріп алдық. Мінекей дайын болды. Өте жұмсақ, өте керемет болып шықты. Ас болсын.